Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жөтелден арылуға көмектесетін қоспа дайындаймыз. Өте оңай. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, жөтелге қарсы қоспамызды әзірлеу үшін 1 пияз, 200 мл сүт қажет. Достар, мен сіздермен бүгін екі түрлі әдісін ұсынатын боламын. Бұл бірінші әдіс. Пиязды осылай өте ұсақ етіп, 4 бұрышлап турап аламыз. Блендерден өткізіп алсаңыздар да болады. Достар, осындай қоспаны сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Результаты өте күшті болады. Кеңдеу ыдыс алып, осы туралған пиязымызды саламыз да, үстіне 200 мл суды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін газға қайнауға қойып қоямыз. Достар, сіздерге де осы қоспаны жасап көруге кеңес беремін. Нәтижесі өте керемет болады. Мінекей, қайнауға қоямыз. Біздің қоспамыз қайнағаннан кейін 5 минут тағы да қайнатамыз. Газдың асты ақырын отта тұруы керек. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 ас қасықтан ішіп тұру ұсынылады. Нәтижесін көру үшін сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Қазіргі кезеңде бізге өте қажет осы қоспа. Міне 5 минуттай қайнады, біздің қоспамыз дайын. Одан кейін осындай сүзекіден өткізіп аламыз. Пиязды бөлек, сүтті бөлек бөліп алуымыз керек. Суға қалдырып, әрі қарай қолдана берсек болады. Мен сүтті дұрыс сарқылу үшін біраз уақытқа қалдырып қойдым. Достар, қоспамыздың сүтін әбден алу үшін осылай қасықпен үстінен бір-бір басып қойып қойдым. Осылай сүзекісімен бірге 5-10 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте жөтелден арылуға көмектесетін екінші тәсілмен бөлісемін. 2 үлкен пияз, жарты литр су, 150 грамм қант, 20 мл мед керек болады. Өте ұсақ етіп туралған пиязымызды кеңдеу ыдысқа салып, үстіне қантты, медті салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, сіздерге видео ұнаса, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен алдағы уақытта бірнеше рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі кезекте жақсылап араласқан қоспамызға жарты литр суымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырып, газға қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін тағы да 5 минуттай қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін газдың астын ақырын отқа қойған дұрыс. Достар, мінекей біздің қоспамыз қайнады. Енді тағы да 5 минутқа қайнауға қалдырамыз. Достар, сіздерге осы қоспаларды жасап, ішіп көруге кеңес беремін. Бұл қоспаны да күніне 4-5 рет 1 ас қасықтан ішу ұсынылады. Достар, мінекей жөтелден арылуға көмектесетін біздің екінші қоспамыз да дайын. Пиязын бөлек алып алу үшін осылай сүзекіден өткізіп аламыз. Суығаннан кейін қолдана берсеңіздер болады. Өте керемет, нәтижесі өте күшті. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Үлкендерге де, балаларға да ішуге болады. Достар, қараңыздаршы, міне жарты сағаттың ішінде 2 қоспа әзірлеп қойдым. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер жасап жатсаңыздар, мені Instagram парақшаларыңызда белгілеулеріңізді сұраймын.